Сәлем достар, сіздермен бірге мен Артелеу Шоу. Бүгін мен сіздерге мынандай Cyber Speakerometer сондай ойын көрсететін боламын. Бұл ойында мен атсам, яғни роботтармен атсам, міне басында үшін көрсетіліп тұр. Ендеше біз кеттік. Және біз кірген кезде ортасында один игрок деген болады. Яғни бұл жерде бір ғана адам ойнайды. Мен көп жерлер жеңіп қойғам. Лаваға келдім, оны қазір ойнайтын боламыз. Оружейнияда, яғни персонаж, ең бірінші персонаж тұрады. Ол жерде сен өзің ойнайтын адамың, өзің ойнайтын дроның. Бұл жерде үнемі мынаны таңдағам. Осы адамды таңдауға нормальный кеңес бере алам, бірақ мыналар да күшті. Міне мына жерде екінші поддержка тұрады, яғни көмекшің, оны шығарып бәрін көрсететін болам. Міне әртүрлі көмекшілер болады. Мына шетінде урон деп тұр ғой, урондар көп болған сайын көмекшінде жақсы болады, себебі жаудың көп жағын кетіреді. Ал броня деген оның қорғанысы болады. Точность деген дәл тигізуі, скорость деген жылдамдығы. Камуфляж деген алмай-ақ қойсаңыздар да болады. Бұл әшін түсін өзгерту тым пайдасы жоқ. Оборудование деген ол сондай бір көмек сияқты ғой. Мен мынаны алғам, міне 25% қосылады. Основной оружие деген өзің ататын оружиең, оларды да көрсетемін ойын барысында. Взрывчатое оружие, яғни ататын оружие. Міне мынандай болады. Бірақ мен бұны емес, ең соңғысы 50 кристалға алғам. Алуға кеңес берем. Уроны 500 кәдімгідей адамды өлтіреді. Ал бізде келесінде энергетическое оружие. Бұлардан да ең соңғысы 50 кристалл, күшті кристалл жинап жүрмін соған. Бұл ойын ойнағыларыңыз келсе, описаниядан көре аласыздар сайтын. Немесе Play Marketке кіріп, сол описаниядағы атын жазып кетем. Сайтқа кірмейтін болсаңыздар, сол ойынның атымен қарап Play Markеттен жаза аласыздар. Және бұл ойын онлайн түрі болады. Онлайн түрінде міне оружиемді алды менің. Яқты оружиемен атып жүр. Сол онлайн түрінен ойнасаңыздар, басқа адамдармен ойнайтын боласыздар. Көріңіздер, міне мына шықты мультиплеер болады. Бұл жайлы келесі бөлімде айтып берем, ол үшін көп просмотр лайк жинаңыздар. Ал біз кеттік, лаваны ойнайтын боламыз. Міне бізде 10 волна, доступны дронов 2 деген, яғни сен 2 рет шығаласың. Дрон деген ол сенің персонажың, комплект 1 деген өзгерту. Бірақ мен екінші комплекттен бағана адам. Опа, кеттік. Міне бағана поддержка, мынау деп тұрған суперсила. Әр персонаждың суперсиласы әртүрлі болады. Мысалы, мынауыңқы міне 2 поддержка шығарады. Тағы былайша айтқанда. Міне қазір мен атып отқан основное оружие. Бағана айтып кетем деді. Ал взрывочное оружие деген ба, ол міне мынау. Уроны көп деген. Міне кәдімгідей көп. Ал мынау энергетическое оружие. Жақсы. Іштеріңіз пысып бір ойнайтын ойын таппай отсаңыздар, осы ойынды ойнасаңыздар болады. Кәдімгі қызық ойын, қызығуға болады. Келесі бөлімде де қызық болады. Сондықтан көріңіздер. Кәдімгідей жарылды. Мынақты поддержка шығарайын, оға дейін алар кеп қапты. Және бұның қазір екінші волнасы болып жатыр ғой. 5-ші волнада, яғни босс демасындай келеді. Дәу шығады да қазір. Сол 5-ші волнаға дейін ойнап,
5-ші волнадан аяқтаймыз. Міне 3-ші волнадамыз, артымыздан келіп қалады қазір. Міне келді мыналарды уже. Сол 5-ші волнаға дейін жетсек, көресіздер. Мен қатты ойнап жатқан жоқпын, қатты ойнасам ұзақ болып кетеді. Кішкене нормально ойнап 5-ші волнаға дейін жеткізейін деп жатырмын. Міне мынандай шығады, бұл плюс деп тұр, яғни жан толтыратын. Міне мынау Google, міне щит, қорғаныс. 4-ші волна, по-моему, қазір. Осыдан кейін болу керек. Сол кезде көретін боласыздар 5-ші волна қандай болатын. Әр 5-ші волна әртүрлі болуы мүмкін. Ол жақтан тасбақа ма бір әлі сияқты, сиыр ма бір әлі сияқты не болады. Сосын бір шарик сияқты болады, әртүрлі болады персонаждар, яғни. Міне. Егер мен каналымды бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, жазылуды ұмытпаңыздар. Және мен каналым туралы туыстарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Оппа, міне 5-ші волнаға да келдік. Міне сиыр сияқты ма сондай шықты. Тасбақа ма, бірақ тасбақа сияқты жай жүрмейді. Міне мен өлдім, тағы бір рет шығам, доступ Дронов 1 деп тұр. Міне ал шықтым, осыларды өлтірейік енді. Құрбас хат жібердім. Міне кәдімгідей жайын кетірді. 3 рет атсам өліп қалатын сияқты. Міне атып өлтіре салайық мынаны. Оппа, өлді. Тағы бір рет. Ай, қашып кетті. Және взломать ететін сондай адамдар болса, сондай қызығатын болса, взломать етіңіздер, взломать етіледі. Мен досым взломать еткен, бірақ мен взломать еткен жоқпын, себебі әділ болмай кетеді. Міне мен қазір өле салайын. Себебі ұзақ болып кетеді ойнай берсем. Мә, көрдіңіздер ма? Бір атқаннан көбісін өлтірді, сондықтан алуға кеңес беремін. Бірақ 50 кристалл жинау оңай емес, оны жинай алмай жатсаңыздар, өйстіп жеңгеннен береді, жеңгеннен емес, әшін ойнағанға да береді. Сосын бір видео көрсеңіздер, 1 кристалл береді. Өлі әшін атып бір волнаны жеңіп тастадық. Міне бұл бір волнаны жеңіп тастағанымыз оружияның күштілігін білдіреді. Мен жеңем деп ойлаған жоқпын, жай ғана атып жатқам. Міне бәрі қазір өлем. Бұл қызық ойын. Міне. Қазір не қалай кристаллды көрсем, міне плюс деп тұрады, кристалдың үстіне бассаңыздар. Міне смотреть деп ең бірінші тұрады. Ойна ақшаға бас жіберін. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымды өткізіп алмау үшін колокольчикке қоңыраушаға басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Нұртілеу Шоу. Керемет ойын ойнаңыздар, көріңіздер. Сау.